Саламатсыздар ма оқушылар? 9-шы сыныптың алгебра пәнінен Шыныбеков оқулығындағы 4-те 140-шы есептің 3-ші есебін шығарайық. Бізде теңдік берілген, осы теңдікті дәлелдеу керек. Сол жақта 1 минус 4 синус квадрат х тұр, оң жақта 4 көбейтілген синус пи бөлінген 6 минус х, синус пи бөлінген 6 плюс х екеуінің көбейтіндісіне тең екенін дәлелдеуіміз керек. Біз оң жақтағыға тимей, сол жақтағы өрнекті түрлендіреміз. Мына жерде синус квадрат х деп отырғанымыз дәрежені төмендету формуласы арқылы түрлендіретін болсақ, 1 минус косинус 2х бөлінген 2 деген бөлшекке тең болады. Біздің көбейткішіміздің алдында, бөлшектің алдында 4-іміз бар. 4 пен 2-ні қысқартып жіберсек 2 қалады. 2-ні жақшаның сыртына жазып, бөлшектің алымын жазамыз. Мына жерде бөлшектің бөлімінде ешнәрсе қалған жоқ. Жақшаларды ашқан кезде бізде 1 минус 2-ні 1-ге көбейтеміз. Минус 2, минус 2-ні минус косинус 2х-ге көбейтеміз. Плюс 2 косинус 2х болады. Енді 1 мен минус 2-ні екеуін біріктіреміз. Сол кезде минус 1 плюс 2 косинус 2х болады. Енді жақшаның сыртына 2-ні шығарып жібереміз. Сол кезде бізде минус 2-ні шығарып жібереміз. Сол кезде бізде жақшаның ішінде 1-дің орнында плюс 2-ден 1 қалады. Косинус 2х-ның орнында, значит, қате жібердім, минус косинус 2х болады. Мына жерде бізде сонда косинус пи бөлінген 2-ден 1-дің орнына косинус пи бөлінген 3 деп жаза аламыз, яғни косинус 60 градуста ол 2-ден 1-ге тең, яғни косинус пи бөлінген 3 минус косинус 2х. Енді осы формула біздегі білеміз, минус 2 синус альфа плюс бета бөлінген 2 және синус альфа минус бета бөлінген 2 екенін білеміз. Сонда бізде мынау жақшаның ішіндегі өрнектен мына жақшаның ішіндегі өрнек шығады. Яғни пи бөлінген 3 пен 2х-ның қосындысының жартысы, айырмасының жартысы синустарын көбейтеміз. Алдында минус 2-міз бар. Енді жақшаны ашып, минус 2 мен минус 2-ні көбейткен кезде, значит, бізде плюс 4 шығады. Пи бөлінген 3-ті, мына жерде пи бөлінген 3-ті 2-ге бөлгенде пи бөлінген 6 болады. 2х-ті 2-ге бөлгенде х болады. Және оң жақтағы жақшада сондай, арасында минусымен. Сонымен біз теңдіктің сол жағындағы өрнекті оң жағындағы өрнекке тең екенін дәлелдедік. Дәл осы әдіспен мына жерде 4-ші есепті де қарастыруға болады. Бұл жердегі косинус квадратты осы сияқты формуламен дәрежені төмендету формуласы арқылы түрлендіретін болсақ, сол кезде шығаруға болады.